Бүгін YouTube асханамда осыға дейін жасалу жолы оп-оңай универсальный қамыр дайындауды көрсеткен болатынмын. Бүгін сол қамырдан дастарханның сәнін келтіретін екі түрлі тәтті тоқаш дайындау әдісін көрсетемін. Егер көрмеген болсаңыз, осы сілтемені басыңыз. Алдымен жасалу жолы ғана емес, өзі де ерекше раушан гүлі тәтті тоқашын жасауды көрсетейін. Қамырды қалыңдау етіп жайып аламыз. Стақанмен немесе менікіндей домалақ формамен қамырды кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей әр домалақ форманы шетін төртке бөліп, ішіне салмасын саламыз. Мен қойылтылған сүтті пайдаландым. Сосын осылай әр жапырақшаны орап шығасыз. Осындай раушан гүлі шығады. Тәтті тоқаштарға жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. «180 градусқа дейін қыздырылған пешке салып, 20-25 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз.
Раушан гүлі формасындағы тәтті тоқаштар дайын. Жұп-жұмсақ үлпілдеп тұр. Қант ұнтағын сеуіп, әрлеп, дастарханға ұсына беруге болады. Бір булочканы бөліп көрсетейін. Іші міне осындай. Ал енді осы қамырдан салмалы кішкентай домалақ тәтті тоқаштар жасайық. Алдымен қамырды ыңғайлы формаға келтіріп, бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Әр қамырды жайып, арасына 1 шай қасық пісірілген қойылтылған сүт саламыз. Салмасын ақырындап қамырмен жауып, домалақтаймыз.
Тоқаштарды пергамент қағазы төселген табаға саламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қаласаңыз мен сияқты шаңышқымен видеода көрсетілгендей етіп басып шықсаңыз болады. Артынша алдын ала 180 градусқа қыздырылған пешке салып 20-25 минут пісіріп аламыз. Тәтті тоқаштарымыз дайын. Қалауыңызша қант ұнтағымен әрлеп, дастарханға ұсынсаңыз болады. Тәтті тоқашты бөліп көрсетейін. Міне. Ас болсын. Көргендеріңізде мен ұсынған универсальный ашыған қамырдан тәтті тоқаштарды да дайындау оп-оңай. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.